Сәлем баршаларыңызға, сіздермен бірге Ақ Дастархан YouTube каналы. Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен нағыз жаз мезгілінде шөлді басатын керемет лимонад дайындайтын боламыз. Ол үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің лимонадымызға керек заттар ол әрине лимон және апельсин керек болады. Ерекше иіс беретін мята және шекер. Одан кейін алдын ала қайнатылып суытылған суымыз керек болады. Бұл жерде бізде 2 литрдей суымыз бар. Осылай алдын ала қайнатылып суытылған суымызға шекер қосамыз. Бізде бұл жерде 200 граммдай шекер бар. Сіздер қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Шекерімізді осылай қосып аламыз. Және жақсылап араластырамыз. Негізі қайнаған, одан кейін суыған су болғандықтан ішіндегі шекеріміз бірден жақсы ериді. Жақсылап осылай ерігенше араластырып аламыз. Шекерлер еріп бастады. Шекеріміз еріді. Енді келесі кезекте бізге лимонымыз және апельсиніміздің қабығы керек болады. Шекерімізді қосып, бәрін араластырып, жақсылап ерітіп алдық. Енді жаңа айтқанымыздай, осылай бір лимонды алып, қабығын осылай күшпен өткізетін боламыз. Лимонның қабығы, яғни лимонның цедрасы деп айтамыз. Бұлай өткізген кезде қатты ақ жағы өтіп кетпеу керек. Тек қана цедрасы ғана алыну керек. Осылай бір лимонның тұтастай тек қана қабығын алып шығамыз. Себебі ақ жағы өтіп кететін болса, лимонадымыз қышқыл болып кетуі мүмкін. Міне осылай қатты ақ жағын өткізіп жібермейміз, себебі қышқыл болып кетуі мүмкін. Тек қана лимонның қабығы, цедрасы. Уже күшті иісі шығып бастап жатыр. Лимонадымыздың негізі дайындауы өте оңай. Осы жетіп қалу керек бізге. Енді осылай бір апельсиніміздің де дәл жаңа лимондікі секілді, оның да осылай тек қана қабығын, яғни цедрасын өткізіп аламыз. Апельсинді де өткізген кезде қатты ақ шетіне дейін өткізудің қажеті жоқ. Себебі қышқыл дәм болып кетуі мүмкін. Міне осы жерлеріне ақ шетіне дейін қатты өткізудің қажеті жоқ. Негізі нағыз лимонадқа дәм беретін цитрустық жемістер ғой. Цитрустық жемістер, білесіздер, құрамында С витамині болғандықтан барлығымызға нағыз иммунитетті көтеретін таптырмас жемістер болып табылады. Лимонадты дүкенге барып, сатып алып, ақша құртқанша осылай үйде балаларыңызға дайындап берсеңіздер болады. Көп уақыт кетпейді және тез арада дайын болады. Міне осы өткізгеніміз бізге жетіп қалады. Лимонымыз бен апельсиніміздің қабығын өткізіп алдық. Қараңыздар түсі. Нағыз баяғыдан ата-аналарымыз айтушы еді ғой, біздердің лимонадтарымыз деген нағыз лимонад, сендердікі ішіп жатқандарың білмеймін, айта алмаймын деген сияқты. Нағыз советский СССР-дің лимонады болып десек қателеспейміз. Оны өткізіп алдық. Енді келесі кезекте біз бір апельсин, бір лимонымыздың суын қосатын боламыз.
жаңағы қабығын өткізіп алғаннан кейін бұлар тастап жібермейміз, әрине бізге керек болады. Осылай жақсылап бір-бірі домалатып аламыз. Қас көресіздер, не үшін пайдаланатынымызды бұлай. Осылай ұрып жіберсек, бұлардың соғы күшті болып шығатын болады. Дайын болды. Осылай бір лимонымызды алып, ортасынан бөлеміз. Лимонның барлығын сықпаймыз, тек қана жарты бөлігін алып, жаңағы суымызға осылай тек қана согын қосатын боламыз. Енді апельсинімізді де дәл осылай ортасынан екіге бөлеміз. Бұл екі апельсиннің де екі бөлігінде осылай қоса береміз. Осылай апельсиннің соғы әдемі шығып жатыр. Жаңағы домалатып алғаннан кейін ғой негізі. Екінші бөлігімізді де осылай қосамыз. Міне нағыз табиғи су, табиғи лимонад деп осыны айтсақ болады. Енді миятамызды алып, миятаны қатты көп қоспаймыз, тек қана жапырақтарынан осылай 5-6 жапырақ қосып жіберуге болады. Балғын дейді ғой, свежий дәм беріп тұрады. Міне қостық. Араластырамыз жақсылап. Қараңыздар. Түсі лимонадтың түсіне ұқсап келеді. Міне лимонадымызға қосатынның барлығын қосып алдық. Енді ішіндегі заттарының барлығы бір-біріне сіңіп, әдемі дәм болғанша 4 сағатқа тоңазытқышқа қойып салқындатып ішетін боламыз. 4 сағат күтеміз. Иісі қандай күшті еді. Күттік. Арада 4 сағат уақытымыз өтті. Лимонадымыз дайын болды. Енді оны ситадан өткізіп ыдысымызға құятын боламыз. Осылай өткізіп аламыз. Лимонның және апельсиннің қабықтары мията ішіне түсіп кетпес үшін міндетті түрде өткізіп алу керек. Қараңыздар, түсі нағыз лимонадтың түсі болды. Осылай қалаларыңызша мұз қосып жіберсек, дәмі одан да жақсы болады. Іше беруге болады, дәм көретін боламыз қазір. Үй жағдайында осылай лимонад ішіп
шөлді басамыз. Дәмін көреміз. Дәм көретін боламыз. Керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.